Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін күнімен жатып үй ішімізбен қызымызбен шықтық қыдыруға. Бұлардың арманы орындалып, мынандай бір корейский бірдеме жеуге келді. Вот этот мороженое кушает. Садись, сядь туда, посади его. Отырмайсың ба? Жақсы, Аян отыра бер өзің. Міне. Сразу не алмайды екен. Ауыстырмайды екен. Қалай раменің, нормально ма? Алдың алып жесеш? Мынандай мороженое алғанбыз, 2 адам болып тауыса алмай отырмыз. Зато балдар тез тауысып қойды. Мен уже мына жерде тойып кеттім мороженыйға. Қал дәмді ме екен мороженый? Дәмді ма? Ұнады ма? Ауырып қалма, жалғыз өзің бір үлкен стакан мороженый жеп алдың сен. Рожок алуым керек екен бұғандай, е? Мынау соның ішіндегісі, как называется, тапиока, да? Прикольно. Сироп андай не, да? Кофейный, да? Приятный вкус. Нағыз осындай ашам дейді, осындай бизнес. Енді қолдап жүру керек болып тұр. Сол үшін бізді де қолдап жіберсеңіздер, монетизация ашық болсыңызды қолдап жүру керек деймін ба? Иә. Бұйырса әкең не қылар, көмектесер. Иә, мен қаранам, аузыма мороженое салып жатырмын. Құдай жаным менің. Демалысқа шығып, балдармен қыдырып болып жүрміз. Папамыз охотаға кеткен. Екі үлкен нәтижесінің үйінде үшеуміз қыдырып жүрміз. Күшігім менің, кішкентай күшігім, құлыным менің құлыным. Мороженое жеген түрін. Жаңа алдың ғой, жейдің ғой. Осы балада бір не бола ма? Қанағат деген бола ма екен? Ананы да алып бер, мынаны да алып бер. Тебе плохо не станет, балам? Қалай дәмі? Дай попробуй. Барлығы осыны алып жатыр ғой. Да? Лимонның кислотасы болып екен, да? Сироп. Ішіп көргізші мынаны. Сен абайлап үш лимон бетін құтып кетпесің, у тебя же аллергия на цитрусы. Түрін қарашы. Күн салқын күн мороженое жеп, біздерде жаңағы не қылды? Боранды күн ит құтырады деп. Біздер күн салқын күн мороженое жеп болып отырсың, жарыс етің ауырып қапсың. Садикке бара алмай қалмасын? Жие болды. Мына орындықты алсақ болады ма? Болады ма? Кел. Былай тұр, мен былай тұр отырғызайын сені. Отырдың ба? Отырма, енді жие, Как сен машина отырғаныңыз ба? Магазинді екен болып тұрма? Чин. Сен нравится. Аман давай. Ауған тағы шақырсақ қалып кетуіміз керек қой, Бізде бар ғой, сиыр бар, жұмыртқа бар, иә. Бізде Анеги, эноки, грибы. Грибы алдық па не? Той, грибы еме алған. Сиыр алдық, сосын қасата алдық. Неге ол білмейді? Не жеп қой? Мен соны дәмін көрейін дедім ғой, бекіп. Болу керек, ішіне қарай, сопасын арасында. Я же хотела его попробовать. Айтпадым ба қалдыр деп. Өзі құтақандай мынандай бір палка алып жатса. Она же продается. Алып келе ма, сен сатып келе ма? Ештеңе ма? Мынаған ыссы суға піспеген соң. Жоқ, үйге барып көтшеген ғой. 300 ба не ол? Чегін көрмедім ғой мана. Бір несі мүмкін үйде жамбыда сатып, баламен. Бір пакет, килограмм қанша? 8 теңге ма сондай? Біз соның нәнін русейкомыз деген 1100-ге алдық. Жарты шіріп кетті оның. Бізге бәрі бар ғой? Алып же. Сен аян көп жедің. Целый бір стаканды жедің. Ол жүрек айнығанмен тамақтан ұрады ғой. Жай, абайлап. Все, не могу. Переела. Рахмет. Маған тек қана пробаға жарайды екен бұндай тамақтар, тек попробовать етуге. Стаканды тойып жеуге жарамайды. Өзіміздің қазақтың бешбармағымен обычный палау болмаса.
Аны бір штук қазір 3 теңге, еще штук болған андай. Долька одна. Одан неге мен үйдегі қазыдан қайнатып қойдым біле алмаймын. Құдай жан бір-бірін аңғарып сабақта отырған. Әкең ашты мороженое суып отыр ғой. Алиді алып кетеміз әлі. Неге алып кетеміз ә? Неге? Дейді? Или завтра екеуінде алып кету керек, потому что понедельник анаған бассейн, вторник анаған ағылшын. Көтердің ба ақыры? Жақсы күн, мынандай табағымен береді. Короче, достар, осылай. Қазір еще дүкенге соғамыз. Үйге анамна тамақ алып кету керек. Не ол? Спирт па не? Енді қолыңмен ұста отыр. Спирт күйдірді ма? Сол үшін айтамын, өзінің салфеткіңді алып жүрсің күйе салып деп. Сенің барлық затқа аллергияң бар. Болды балам, еле берме, анан жеп отыр, жүрек айнып келеді, қалшысына. Қазір. Мына міне біздің міне автобуста келе жатқан түріміз. Отырсайшы дұрыстап балам. Адам секілді отыру жоқ осы ішімен қыдырып кету керек. Мына кафедегі раменіміз аз болып қалып, үйге әкеліп дайындап жеп жатырмыз. Бұл бұрышы жоқ қой, ә? Бұрышы болса салма бұрышын. Жоқ. Чуть-чуть тұрды. Мен салам, мына екеуі сыр. Қайда жа грибі мен жей алмай қалған. Мынаны бар ғой, ә? Несі, осы пачкасы дүкенде 650 теңге да. Соны жа кафеде мынандай 2-3 талын. 300 теңге ма? 300 теңгеге сатып тұр. Айтамын, мына чисто бизнес қой, екеуміз сөйтіп. Мынандай Korean food. Сосын мынаны біз жаңа 300 теңгеден алдық та, почти 400 теңгеден алдық. Магазиннен, супермаркеттен. А дәл осы не? Сырты қандай көрсетші, жаңағы жерде, жаңа кафеде 1400 теңге. Мынандай 1400 теңге. Мен айтамын, қызым айтатырмын, екеуміз мықты қылып мынандай ашып алсақ болады екен ғой. Чисто бизнес қой депті, мынандай да міне. Мынандай міне осылай бір 3-4 талын 300 теңгеге сатып тұр. Сосын жаңағы ыдысы бар ғой, тамақ жасайтын, соны 180 теңгеге жоқ, барлығын мынандай ал жетеді ғой. Сондай жасап тұр екен. Сосын бір жұмыртқа 300 теңге, бір штук жұмыртқа. 10 штугын 700 теңге алдым мен жаңа. В общем, солай, нағыз жақсы бизнес екен. Жаңағы неден сыныптасым Алматыдан келіп біздің үйдің жанымызда Уидринг деген нені ашып жатыр екен. Соның қасына қыстырылысып менде Korean food ашып алсам ба деп тұрмын. Бір қапталыңды маған берші деп. Енді шынымен жақсы бизнес екен. Кәдімгідей базар жоқ бизнес екен. Неде болса міне қызым дайындап жатыр. Қызым енді сондай жерде жұмыс жасаған ғой. Уидрингте жасаған анда-мында айтып бәрін жасап көрген соң біледі де қалай дайындалу керек екенін. Бар тұршы сен видеода тұшамын деп айқайлайтын ба? Осылай мінекей. Мына негізі арзан тұрады екен, негізі мен қымбат деп жүрмін. Арзан тұрады екен, осы пачкасы 650 теңге екен. Міне достар, тамақ дайын болды. Қазір пробасы снимать етіп көреміз. Сонымен достар, сау болыңыздар, келесі көріскенше.